5 сыныпта мені ақыл есі жетілмеген бала ретінде таныды. 5 сыныпта мені қайта 4 сыныпқа ауыстырды. Және мектепті аяқтағанша солардың қатарында болдым. Мен ешқандай жоғарғы оқуын тәмамдаған емеспін. Бірақ бірде мен өмірімді өзгерткен мұғалімді кездестірдім. Ол сыныпқа кіріп келіп, жас жігіт, мен айтайын деп жатқан дүниені тақтаға жазшы деп өтінді. Мен оған бұл менің қолымнан келмейді, сэр деп жауап қаттым. Ол неге деп сұрады. Мен тіпті сіздің оқушыңыз емеспін ғой дедім мен. Бұл маңызды емес деді ол. Мен айтқан дүниені жаса деді. Мен мұны жасай алмаймын, сэр. Неге деп сұрады ол. Себебі менің ақыл есім толық жетілмеген деді. Ол үстелін айналып өтті де маған қарады. Ендігәрі бұл сөзді айтушы болма деді ол. Басқалардың сен жайлы ойлы сенің шындығыңа айналмауы керек деді маған. Басқа адамдардың жетістігі сені жетістікке қанаттандырады, алайда жетістікке жетудің қиын екенін түсінгенің жөн. Сонымен қатар сен өзіңнің мақсатыңның маңызды екенін білуің тиіс. Бірде мен мистер Вашингтонға диджей болғым келетінін жөнінде айттым. Ол маған, Les Brown, сенің қолыңнан бәрі келеді деді. Бірақ сен аш болуың қажет. Сол күннен бастап мен өзіммен жұмыс жасай бастадым. Мен күнде өзімді жетілдірдім. Бірде мен оған жұмысымның жоқ екенін айттым. Ол маған бұл маңызды емес деп айтты. Мүмкіндікке дайын болып, оған қол жеткізбеу, мүмкіндікке қол жеткізіп, оған дайын болмаудан әлде қайда жақсырақ деді. Содан бері мен күнде өзімді жетілдіре бастадым. Және сен де солай жасауың қажет. Мен өзіммен жұмыс жасап жүріп, Майами Бичтегі WNBA-ға диджей болып тұрмақ болдым. Онда мен Милтон Баттербол деген жігітпен кездестім. Қайырлы күн, мистер Баттербол. Менің диджей болып жұмысқа орналасқым келеді дедім. Сенің қандай да бір тәжірибең бар ма? Жоқ, сэр. Сен оқу орнын тәмамдадың ба? Жоқ. Онда бізде ешқандай жұмыс орны бос емес деді ол. Жарайды, сэр дедім мен. Мен мистер Вашингтонға қайта барып, болған жайтты айттым. Мұны өзіңе жақын қабылдама деді ол. Кейбір адамдар қырсық болады, олар я деп айтудан бұрын жетірет жоқ дейді. Сен онда қайта бар деді. Сонымен мен онда қайта бардым. Қалыңыз қалай, мистер Баттербол? Менің атым Les Brown. Мен сені танимын, саған не керек? Сізде қандай да бір жұмыс бар ма? Менің диджей болып орналасқым келеді дедім. Мен саған кеше ғана бізде жұмыс жоқ екенін айттым емес пе деді ол. Я, сэр, бірақ біреу жұмыстан шығып, біреуді жұмыстан шығарып жіберген боларсыздар. Ешкім жұмыстан шыққан жоқ және ешкімді жұмыстан шығармадық. Ертесіне мен қайта келдім. Қайырлы күн, мистер Баттербол. Жақсы, ал енді саған не керек? Менің диджей болып жұмысқа тұрғым келеді дедім. 2 күннен бері бізде жұмыс жоқ екенін айттым емес пе? Мүмкін біреу ауырып, біреу қаза тапқан шығар. Ешкім қайтыс болған жоқ. Ендігәрі мұнда қайта келуші болма. Ертеңіне мен тағы қайта оралдым. Мен оны бұрын соңды көрмегенде оған қайырлы күн, мистер Баттербол деп айттым. Ол маған ашулана қарап, бар жүгір маған кофе алып кел деді. Әрине, сэр деп жауап бердім. Мен оған кофе алып бердім. Одан кейін мен диджейлердің кешкі асы мен түскі асын апарып беріп отырдым. Олардың жұмыстарын қалай орындалатынын көрдім. Олардың жұмыс бөлмелерінен маған шық деп айтпайынша мен шықпайтынмын. Бірде сенбінің керемет күнінде мен радиостанцияда болдым. Сол күні Рок деген жігіт эфирде мас күйінде отырды. Оның жанында менен басқа ешкім болған жоқ. Мен ары бері жүріп, оны басқару бөлмесінің терезесі арқылы бақыладым. Жас, дайын және аш. Көп ұзамай біреу қоңырау шалды. Қоңырау шалған бас директор еді. Мен қоңырауға жауап бердім. Les Brown, бұл мистер Клейн. Я, білемін. Ол маған рок бағдарламаны аяқтай алмайды деп айтты. Я, білемін. Ол сен басқа диджейларды шақыра аласың ба деп айтты. Әрине, сэр деп тұтқанды қойдым. Мен өзімнің анама және кездесіп жүрген қызым Кассандраға қоңырау шалып, радионы қосуларын өтіндім. Себебі қазір мен эфирге шыққалы жатырмын деп айттым. Мен 20 минуттай күтіп, директорға қайта қоңырау шалып, мистер Клейн, мен ешкімді таба алмадым дедім. Ол маған, жас жігіт, сен басқару пультімен қалай жұмыс істеу керектігін білесің бе деп сұрады. Мен әрине, сэр деп жауап бердім. Сен маған ешқандай сұрақ қоймай, сонда бар деді ол. Я, сэр деп жауап бердім. Мен пультке тағатсыздана отырдым. Мен Стиви Уандердің Fingertips атты ескі жазбасын қостым да пультке отырдым.
Сақ болыңдар достар, бұл мен LB, Triple B, пластиналарды басқаратын адам. Мен сияқтылар маған дейін болмаған және менен кейін де болмайды. Сол себепті бұл мені бірегей және әрі қайталанбас етеді. Ашық, жарқын, сөзшең, сертификацияланған, таза ниетті. Дайын бол балақай, бұл сенің сүйіктің. Мен аш болдым. Сендер аш болуларың керек. Сендер аш болуларың қажет. Ханымдар мен мырзалар, егер сендер өз армандарыңа қол жеткізгілерің келсе, онда өз арманына қарай ұмтылған адам білуі қажет, оның арманы мүмкін екендігін. Сендердің қолдарынан барлығы келетініне, сендердің креативті екендеріне және сендерді ешкім тоқтата алмайтынын түсінулерің қажет. Сендердің іштеріңде ұлы күш жатыр. Егер осында отырғандардың біреу өз қолынан барлық дүние келетінін түсінсе, егер ең болмағанда біреуің осының байыбына барсаңдар, сендерде ұлылық бар екенін түсінесіңдер. Сендер өз ата-аналарыңды сендерді мақтан тұтуына себепкер боласыңдар. Сендерді мектептерің мақтан тұтатын болады. Миллиондаған адамдардың өмірін өзгертесіңдер. Және әлем бұрынғыдай болмайды. Иә, бұл өте қиын болды, ханымдар мен мырзалар. Сіздердің алдарыңызға шығып сөйлеу қиынға соқты. Менің өмірімде қаржылық қиындықтар болды. Мен өз қарыздарымды уақытында жаба алмай, өз мақсатыма жұмыс істей алмаған кездерім де болды. Алайда мен сонда да қайталаудан жалықпаймын. Сендер өз армандарыңмен өмір сүрулерің қажет. Бұл қиын болады, ханымдар мен мырзалар. Өте қиын. Күнде менің қолымнан келеді деп орнымнан тұру маған қиынға түсті. Мен өзімнен күмәнданған кездерім болды. Бұл менің қолымнан келеді ма деп өзімнен қайта-қайта сұрадым. Менің санамда бірдеңе менің ерекше екенімді айтты. Менің осы істі соңына жеткізетінімді айтты. Өз армандарыңнан бас тартпаңдар. Алдыға қарай жүгіруді тоқтатпаңдар. Өз армандарыңа қарай. Бұл мен үшін өте ұзақ жол болды. Ешқандай оқу жоқ. Ақыл есі дұрыс емес деп танылып, бірақ соңында да өз арманыма қарай жүгірдім. Ешқашан тоқтамаңдар. Армандарыңа қарай жүгіруден шаршамаңдар. Сіздердің алдарыңызға шығып сөйлеу маған үлкен құрмет. Рахмет.